Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Соқа, орақ, шалғы, сыңсу, қыр соңынан қалмау, бауыр басу, тақа, күлдіреу. Сен есінен адастың ба? Ентік, көңілі толу. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Саха, серп, коса, причитать, плакать, следовать по пятам, привыкнуть, каблук, покрываться пузырями, мозолями. Ты сошел с ума. Учащенное дыхание. Удовлетворяться. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Ұялы телефон онан босатуы. Қыз ұялы телефоны қатты жақсы көреді. Ол онымен бәрі жасап жатты. Тіпті телефонға қарап тамақ ішеді. Ақырындап ол телефонына тәуелділікті дамытқан. Ата-анасы қызын құтқаруға бел буды. Оны ауылға жаз демалыста жіберуге шешім қабылдады. Олар ауыл шаруашысы ең жақсы тәуелділіктен даусының екендігін білді. Айтқанын жасалған еді. Бір күні қыз ауылға әкетіліп, онда тасталып кетіпті. Жарайды, деді қызының атасы келгеннен кейіндегі таңертеңде. Біріншіден саған тақалы туфли, етікке ауыстырайын. Біз ауылымызда ерте оянып тұрамыз, жұмысқа барамыз. Үй жауынаралға шөп жинап, қыстығы қоры салу керек. Сен бізге көмектесесің. Жарай ма? Жарайды ата, бірақ мен еш нәрсе жаса алмаймын. Ауыл шаруашылығымен ешқашан айналыспадым. Уайымдама балам, ауылдағы балалар саған көмектеседі. Олар екеуі құрал қоймаға келіп, шаруаға арналған құралдар көрді. Онда соқалар, орақтар, шалғылар тағы басқа құралдар жатты. Ата қызына айтып берді. Шалғымен шөп шабуы дұрыс болар. Бірақ ол қауіпті құрал. Оның қолдауына саған кішірек өретемін. Қазір саған орақты сынып берейін. Бірінші күн қыз ауылдағы балаларымен жұмыс істеді. Жұмыс оған басқа балалардан қарағанда қатты қиын болыпты. Арқасы ауырып кетуде, қолдары көлдіреп кетті. Қиыншылықтан қыз тіпті түнде сынсып кетіпті. Ұйықтағанда оның ұялы телефоны түске еніп келіпті. Ұйқысынан тұрғанда ол өзіне: бірдей түс сені қыр соңынан қалмап жүр. Сен есінен адастың ба? Деп ентігімен сұрап жатты ол. Бірнеше апта өтіпті. Жайлап қыз ауыл шаруашысына да, ауыл өміріне де бауыр басты. Оның көп жаңа достары табылды. Ол оның гаджет тәуелдігінен босанды. Қыздың ата-аналары ауылға келіп, қыздың жазалауын көріп, көңіл толыпты. Освобождение от телефонной зависимости. Девочка очень любила свой мобильный телефон. Она делала с ним все. Даже ела, глядя в него. Постепенно у нее развилась телефонная зависимость. Родители решили спасти ее.
Они приняли решение отправить ее на летние каникулы в аул. Они знали, что сельский труд – лучшее лекарство от зависимости. Так и было сделано. В один прекрасный день девочку привезли в аул и оставили там. «Хорошо», – сказал дедушка на следующее утро после ее приезда. «Для начала давай поменяем твои туфли на высоком каблуке на сапоги. У нас в ауле встают рано и идут на работу. Нужно заготовить сено для скота на зиму. Ты поможешь нам, хорошо?» «Хорошо, дедушка, но я ничего не умею делать. Я никогда не занималась сельской работой». «Не переживай, внучка, аульские дети тебе помогут». Они вдвоем зашли в сарай с инструментами и увидели сельскохозяйственные орудия. Там лежали сохи, серпы, косы и другие инструменты. Дедушка объяснил внучке: «Косить траву косой было бы правильно, но это опасный инструмент. Я научу тебя пользоваться им позже, а пока доверяю тебе серп». Несколько дней девочка работала вместе с аульскими детьми. Работа давалась ей намного труднее, чем другим. Спина болела, руки покрылись мозолями. От тягот она даже плакала по ночам. Во сне ей снился телефон. Проснувшись, она говорила себе: «Один и тот же сон тебя преследует. Ты что, с ума сошла?» Спрашивала она себя с учащенным дыханием. Прошло несколько недель. Постепенно девочка привыкла к сельскому труду и деревенской жизни. У нее появилось много друзей. Она освободилась от своей гаджет-зависимости. Родители девочки, приехав в аул, увидели, что она выздоровела, и остались довольны.